Орталық Азиядағы мемлекеттерді бөліп шекараны бөлгенде Қоқан республикасы, Самарқан республикасы болып жүргенде қалың сарттардың басын қосып орыстар, сендер өзбексіңдер деді, қазақтың жерін тіліп жаңа құранды сарттарға, құрама сарттарға беріп, оған Ташкеннің сартының тілін ортақ тіл қылып жасап, оның бәріне өзбек деген ат қойып, оларды қолдан өзбек жасап. Өзбек деген қолдан жасалған. Өзбектің үш қайнары бар. Бірі қазақ, екіншісі сарт, үшіншісі көшпенді өзбек. Осы үш халықтан құралған халықты қолдан өзбек жасады. Оның құрамында сарт бар. Сарт деген не? Тәжік, Иран тектілерді сарт дейді. Ежел, түркі емес. Сарт деген сөз, түркі емес деген сөз. Яғни сарттарды, парсыларды, екіншісі көшпенді өзбектерді, оның өзі қазаққа жақ. Үшіншісі кәдімгі оригинал қазақтар. Үш халықтың басын қосып, оған Ташкеннің сартының құрама тілін ортақ тіл жасап, Өзбекстан деген республиканы қолдан жасап, өзбек дейтін халық жасап. Бүгінгі өзбекке қарасаң, біреуі жағал жүн басқан сарт, біреуіне қарап отырсаң, көзі сығырайған жалпақ бет қазақ, бірақ бәрі өзбек болып отыр. Бұл қолдан жасалды. Әмір Темір, Ақсақ Темір өзбек па? Жоқ. Ұлықбек өзбек па? Жоқ. Ол кезде Ақсақ Темір әмірдің кезінде өзбек дейтін ұғым жоқ. Ол бар болғаны Алтын Ордадан Қазақ хандығы бөлініп шықты, Өзбек хандығы бөлініп шықты, Ноғай хандығы бөлініп шықты. Сол заманда Өзбек хандығының бұқарасы, қарашалары Өзбек атанды, Қазақ хандығының қарашасы қазақ атанды. Міне, сол Совет одағы бөлінген сияқты Алтын Орда хандығы бөлінген. Алтын Орда империясынан бөлініп шықты. Сөйтіп, қазақтың өзбек өз ағам, сарт садағам дейтіні содан шықты. Сартты неге садағам дейді? Сарт тәжік, сарт кім? Иран, парсы, яғни түркі емес. Неге өзбек өз ағам дейді? Өзбекпен өзі бір тілде сөйлеседі. Қазақ барып, жаңағы бір айғыр үйір жылқысын береді, анау барып, жаңағы 10-15 қап бидайын күрішін береді, сонымен өзбек өз ағам дейді. Неге? Аудармасыз сөйлеседі. Ал сарт садағам дейтіні, ол шүлдір етіп, анау арғы тегі Ираннан келгендер. Олар қызылбастар, оларды сарт деді. Міне әңгіме қайда. Енді осы арман тарихта, мысалы, тарихта болып қойды, тарихи негізі бар. Мына қазақ жерінің Өзбекстанда қалған, Совет кезінде бөлінген, мысалы, Мұхтар Әуезовтің өзі сол Ташкенде оқыған, Ташкен кезінде Шарқ деген, Шығыс деген баспа сол Ташкенде болып, төте жазумен қазақ тілінде кітап шығарған. Төте жазумен. Неге? Ол қазақтың 16 ханының бейті қайда жатыр? Біздің 16 ханымыздың бейті қайда жатыр? 16 ханымыздың бейті Ташкенде жатыр. Қазақтың жері, Ташкен қазақтың жері болмаса, қазақтың 16 ханын Ташкенде жерлей ма? Төле би, қазақтың идеологы, қазақтың Конфуцийі, қазақтың Аристотелі, Төле бидің бейті қайда жатыр? Ташкенде жатыр. Осы дәлел емес па? Ол жер ежелгі қазақ жері. Төле би, күні кешегі Төле би. Жоңғар қырғыннан кейін қазақ қайтадан мемлекет құрғандағы бас идеолог, бас мемлекеттік идеолог Төле бидің бейті Ташкенде жатыр. Бірақ осы жердің барлығын орыстар алып, үш құрамнан құралатын құранды халық жасап, жаңағы сендер өзбексіңдер деп жіберді. Тілін сарттып бекітіп қойды. Қолдарына өзбек деп паспорт берді. Міне, бүгінгі Өзбекстанның тарихы осылай. Енді осыны көрген адамдар, енді жаңағы ертең Қытай компартиясы бір құдіреттің құдіретімен құлап, енді Америка қысып жатыр, Еуропа қысып жатыр. Сөйтіп, осы дүние жүзі тасталқан болса, олар жаңағы біздің ата-бабамыздың ежел, кешегі Зұлқа батырдың басы Ертістің бойында көпірде ілінген, кешегі Елісқан, Сұлубай, батырларымыз қан төккен, сол Алтай Тарбағатайымызды Ұйғырстан жасамақшы. Армандауға әркімнің құқы бар. Мен де армандайым шіркін-ай, баяғыда көшпенділер, мына маялар әстектер, осы Америкада өстіп өмір сүріп, Чили деген мемлекет болып, Аргентина арғынның мемлекеті болып, сөйтіп, өстіп, бүкіл дүние қазақ болып жүрсе, мен де армандаймын. Армандағаның үшін салық тапсырмайсың.
Армандауға рұқсат, әркімнің армандауға құқы бар толық. Жатып алып, ойлайсың. Мысалы, еркектер көп қиялдайсың, отырып алып, шіркін-ай, ана бір патшалық құрсам, одан 400 қатын алсам деп, гарем құрып деген. Армандауға рұқсат, арманды өзің ғана білесің, Құдай біледі, қатының да білмейді. Қатыныңды құшақтап жатып, тоқал алсам деп қиялдаған сияқты, армандауға рұқсат әркімге. Бірақ ол мына арман саяси жоспар. Біз ұйғырлардың өз алдына мемлекет болғанын біз үміт етеміз. Олар өте көп қорлық көрген халық. Жер бетінде еврейлер сияқты қынадай қырылған халық. Қазіргі Қытай коммунистері, Қытай коммунистік фундаменталистік радикалдық жүйесі ұйғырларға қынадай қырғын жасап жатыр. Анау Қашқардың, Ақсудың, Қотанның видеоларын Қытайдың қолдан жасаған жаңа өтірік туристері ютубке салады. Қарасаң бір адам бенде жоқ, қала жылан жалағандай. Жанымыз ашиды. Бірақ, бұл біздің қалауымыздан тыс. Біздің ата-бабамыздың ежелгі жері іле Алтай Тарбағатайды Ұйғырстан жасаймын десе, оған көнетін қазақ жоқ. Себебі ол жер, сенің жерің, менің жерім, менің ата-бабамның жері. Мен бір кесе лағман жеп ап, лағманың бек тамлық екен, болды, Алтай сенікі, ала болды. Палауың дәмді екен, мантың өте дәмді екен, болды, ілені бердім. Деп бір кесе лағманға Алтайды, бір кесе палауға Тарбағатайды, бір порция мантыға ілені бере салсам, мен ұлт алдында қарабет болам. Ол біздің ата-бабамыздың жері. Ол жерде қазақтар аспан алақандай жер тебігдей көзден жасап келе жатыр. Ол жердің әрбір түйір топырағы қазақтың қанымен суарылған жерлер. Ол жерлерді мен бір кесе палауға, бір кесе лағманға, бір порция мантыға сыйға тарта алмаймын. Әрбір қазақ осыны білуі керек. Әрбір қазақ осыны білуі керек. Себебі ертіс қазақтың ана өзені. Іле қазақтың ана өзені. Ертіспен іледен айырылсаң қазақ өлгенің сол. Және ата-бабаның алдында мәңгілік қарабет боласыңдар. Осыны тарихи, танымдық, нанымдық тұрғыдан әрбір қазақтың жастарының санасына сіңіру үшін осы лекцияны сөйлеп отырмыз. Бүгін Қытаймен соғыса алмаймыз. Бүгін біздің шамамыз жоқ. Ол шындық. Реалист болу керекпіз. Отырып ап қиялдап, қолдан атом бомба жасап, Пекинге, Шанхайға тастай салуға, қиялдауға рұқсат. Бірақ реал өмір ашты.